Ойлаш, Қазақстанда 19 миллион адам бар да. Каждый 1 теңгеден берсе, 19 миллион теңге. Ойлаш, 2 теңгеден берсе. Мойым жетпейді, көп ақша ғой. Bir чемодан осындай ақша тауып алсың. Бірден машина аласың, үй аласың, туысқандарыңа көмектесесің, бизнес ашасың, қайырымдылық жасайсың ғой. Еще қайырымдылықты көрсетпей істейсің. Не бардың ба? Барсың ба? Екеуміз бірге тауып алдық. Ақша шығаратын аппарат ойлап табамыз ғой. Базар жоқ болды. Теңге шығарамыз ба, доллар ма? Теңгемен дұрыс қой. Марк Цукерберг, Билл Гейтс деген миллиардерлер бар ғой. Солар гаражда отырып байып кеткен ғой. Бізде гаражда жоқ қой, бір байып кетейін десек, е? Не обязательно гараж, брат. Қазақстанда байып кетуге мүмкіндік деген жетеді. Бойға ашасың ба Қапшағайда? Жеңсең 60 мың, жеңсең 40 мың беріп. Қойыл, ақша болады, денсаулық қойып. Біз мапық бар ғой? Сол 5 мыңға да шығады, сол айтайық та, может. Болды ма? Обед ішпейміз ба, нормально? У меня не было времени. Жұмыстан келдік қой, шаршап, нормально ужин ішейік та. Ну, у меня, наверное, должно появиться желание, чтобы тебе готовить, да? Приятного аппетита. Настроение жоқ қой, не болды? Осы сен әйелің үйінде қандай тамақтар істеп береді? Әйелім бешбармақ, плов, мақ, сен кіші. Су ішіп жүрген ғой. Неше күн болды? Бір апта болды, бірыңғай су ғой. Білмеймін, не тамақ істемейтін түсінбедім. Мен сені түсініп тұрмын. Бұл жағдай менің де басыма өткен. Мен саған мынаны берейін. Кейін маған рахметін айтасың. Жан, завтраққа тағы су ішеміз ба? Конечно нет, дорогой. Приятного тебе аппетита. Даже не пейте. Дегі адамдардың типтері. Байлар. Маған бір черный экранмен ең қымбат вискиден бере саласыз ба? Сдача керек емес. 21-ге толмағандар. Саламатсыз вообще маған штучный темекі бере саласыз ба? Удостоверение. Удостоверение. Суретін көрсете салайын, сурет бар менде. Жоқ, оригинал керек маған. Типа байлар. Маған ең қымбат туалетный бумага беріңізші. Қымбат арзан деген жоқ, өзі 40-50 теңгелік екі-ақ түрі бар. Соны 50 теңгеден берсеңізші. Таныстар. Темекі бере саласыз ба маған? Сен Балтабайдың баласы емессің ба? Мен жоқ. Қалай жоқ, бергелі. Әкең айтам сен. Мақтаншақ. Электронка алған едім да, жаңағы 90 мың теңгеге алдым да. Чехолының өзі 5 мың теңге тұрады. Соған келетін андай ертең немді электронкамды бұзып жібермейтін бір стик бере саласыз ба маған? Әйелі жұмсағанда. Колбасаны алдым, сосын не алды дедің? Өзіңге алмайсың мен ондай затын. Мен не деп сұраймын енді оны қазір? Мә, мынау қосқа баттан. Берді болды.